Армысың құрметті менің тыңдарманым. Қазақша контентті қолдап, аудио әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Бір бақыт. Күңіренген қара бұлт бір сәтке күннің көзін көлегейлеп, айналаны түнертіп жіберді. Жарық-жұрық алай-түлей шақпақ шағылып, күн күркіреп, көктен жауған жауынға терезенің арғы бетінен көзін алмай, көз салған әсем терең ойға шомды. Көрмеуі қиын мәселенің шешімі тек өзінде екенін жақсы түсінеді. Қызының қазіргі халіне тек өзінің жазықты екенін анасы біліп, жанын қоярға жер таппай, арлы-берлі қипақтап, дамыл таппай жүр. Әсемді еш ойланбастан мәжбүрлеп тұрмысқа шығармағанда, мұның бірі де болмас па еді. Өкініштен өзегі өртеніп, қызына қарауға беті жоқ. Ауыл соңында орналасқан 2 бөлмелі жұпыны үйде Мақсұттың жесірі Қалампыр мен оның қыздары Әсем, Айна тұратын. Тағдырдың жазуымен ерте жолдасынан айырылған келіншек кішкене қыздарына қарап, отауына бас көз болды. Жастайынан жесір атанып, жар құшағын аңсағанымен, өзге шүкшеген көздерден бойын тасада ұстады. Балаларын асырау үшін бай қуаттылардың еденін жуып есігін сүртті. Азын-аулақ ақшаға күнелтіп, алдағы жарқын күндерге сенім артқандай болатын. Қыздары еркелігін жиыстырып, естерін ерте жиды. Аналарының жанына жалау болып, бір-біріне қамқор болып өсіп келе жатты. Туыстарынан қайыр болмады. Себебі олар бауырлары Мақсұттың түбіне отбасы жетті деп кінәлайтын. Қол ұшы түгілі бір үзім нан бермей, бұларды көрсе кірпідей жиырылып қалатын. Әсем мен Айна ағайын бауырларынан жылылық таппайтын. Түк көрмеген бейшаралар, жетімектер деген сөздерден әбден мезі болып үйлерін жағалауды қойғалы қашан. Таңертеңмен шай дайындап, қыздарын мектепке шығарып салысымен өзі де қара жұмысын атқаруға кірісетін. Күләйшаның қабағы қатулы. Қалампырдың әрбір ісіне шүйліге қарап, тырнақ астынан кіріздеп жүр. Атқарған ісін тыңғылықты жасап, үй иелерінің тек алғысына бөленіп, нәпақасын тауып жүрген келіншектің мазасы қашып, тыпыршыды. Күйеуіне ызыңдап дегені болмағасын, Күләйша бар ашуын қызметшісінен алған түрі ғой. Өзі 40-тан енді асса да, қолын қалт қимылдатпай, тек киініп, жолдасының күн-түн демей тапқан ақшасына қыдырып, одан қалғанын төркініне таситын. Қалампыр сол үйдің асы мен дәмін даярлап, кір-қоңын жуып, есік терезесінің шаңына дейін мұнтаздай тазалап, үйіне сүрліге қайтатын. Мұрат Қалампырдың еңбекқор адалдығына сүйсініп, ақысына ақы қосып, Күләйшадан жасырып ақша беріп тұратын. Күйеуінің бұл қылығын байқап қалған ашулы әйел Қалампырдың жер-жебіріне жетіп, күйеуіме көз салдың, деп нақақтан-нақақ айыптап үйінен қуып шығады. Еш жазығым жоқ, кешіріңіз, енді қайда барамын, нанымды қайдан табамын деген сөзіне мән де бермей, қақпаны құлыптап теріс бұрылып кете барды. Азын-аулақ ақшаның еш жыртыққа жама болмайтынын уайымдап, басқа жұмыс қарастырып көшеге шықты. Әр үйдің есігін сығалап, жұмыс сұрап жүрген келіншекті бұрынғы үй егесі Мұрат оны байқап қалып, өзінің жұмыс орнына еден жуушы етіп орналастырады. Алғашында Күләйшаның өктемдігінен жалтақтап, уысынан бас тартып еді, артынша басқа амалы жоқ екендігін түсінді. Кеңсеге қызметші болып орналасқанын ұзақ жасыра алмады. Мұраттың әйелі әдетіне басып, ақша сұрап күйеуіне барғанда, шаң сүртіп жүрген Қалампырды көріп қалып, тағы да жанжал шығарады. Айдың күннің аманында Күләйшаға не жазып қойғанын түсінбеген келіншек жүгіре төменге түсіп кетті. Айна мен Әсем анасына салмақ салмай, қолғанат әрі ақылды болып бой жетті. Әсем мектепті аяқтап, өз күшімен жоғары оқу орнына түседі. Жаңа орта, жаңа леп. Жайдары ақкөңіл қыз бәрімен тіл табысып, тобының топ басшысы, бетке ұстары болды. Жастай қара тірліктің түбін түсірген қыздың қолдары, күстенгенімен қарақаттай көздері, қиылған қастары,
Дене сымбаты, тәтті үні адамды өзіне ерексіз баурап алатын. Төменгі курстың қыздарына қырындап, қабақ қырын салатын жоғары курстың жігіттері Әсемді торуылдап жүретін. Мақсат та Әсемнің қолынан үмітті жігіттердің бірі еді. Әсемді бір көргеннен ұнатқанымен, жақындап жанына баруға батылы жетпей жүрді. Әсем сабағына қажетті кітапты іздеп, кітапханаға келді. Ескіріп сарғылт тартқан парақтардан өзіне керектісін таба алмай, әрлі-берлі парақтап отырған қыз жанына бейтаныс жігіттің келіп, бірталайдан бері көз алмай тесіле қарап отырғанын сезбеді. «Сәлем, қалайсың?» «Жақсы, бірақ сізді танымадым». «Менің есімім Мақсат. Сенімен танысатын оңтайлы сәтті біраздан бері тосып жүрген едім». Әсем жүзін төмен салып жай ғана жымиды. Жүрегі кеудесін жарып шығардай толқыған Мақсат, толғанысын білдірмей, сөздерін теріп, байып пен қызға құрығын салды. Екеуінің кітапты сүйсініп оқуы әп-сәтте тіл табысып, сөздерінің жараса кетуіне себепкер болды. Сұңғақ бойлы, сымбатты, парасатты жігіт қыздың көңілін аулап қылықтарына байланды. Нар тұлғалы жігіттің сабазына Әсем де ғашық болып қалды. Бұрын-соңды жігіт атаулыны маңына жолатпай, ат-тонын ала қашатын Әсем бұл жолы сезімнің жетегіне бой алдырды. Екі жастың бірі-біріне деген сезімдері күн санап арта түсті. Мақсат қыздың жүрегіне жол тауып, бірге жүруге сөз салады. Ойлануға уақыт сұраған Әсем наздана қарсылық білдіргенімен, жүрегі әлде қашан Мақсатты қалап қойған. Қыздың келісімімен екеуінің махаббат хикаясы да басталды. Мақсат үйінің кенжесі, алдында екі бойдақ ағалары болғасын үйленуге асықпады. Оның үстіне Әсемнің оқуын аяқтап, өзінің де жұмысқа орналасып, жағдайын жасап алуды ойлады. Екеуі жиі кездесіп, болашаққа түрлі жоспарлар құратын. Мақсатқа Әсемнің қарапайымдылығы, әр заттың байыбына барып түсінік таныта білетін қасиеттерін де ұнататын. Сұлулығына сүйсініп, тәтті еріндерінен құмарлана сүйетін. Қамқорлығын аямай, керек кезінде қол ұшын беріп, үнемі Әсемнің жанынан табылып демеп жүреді. Жазғы сессия аяқталып, студенттер үйіне тарқасты. Мақсат көптен күткен дипломын алса, Әсем екінші курсқа сүрінбей өтті. Қимастық сезімі жандарын қинай, қол ұстасқан күйі, жанарлары түйісіп бір-біріне ұзақ қарады. Хабарласып хат жазып тұрамыз деп уәделесіп, әрқайсысы өз жөндерімен кетті. Ауылдағы анасы мен сіңілісін сағынып, бір жағынан жігітін ойлап, көңілі алабұртқан қыз бәрінің қайыры болатынына іштей өзін сендірді. Екі көздері төрт болып күтіп отырған жақындарының Әсемді көрмегелі бір шама уақыт болған. Анасының жұмыстан, сіңілісінің оқуынан қолы тимейтін. Жүзі нұрланып, қызының ерекше құлпырғанынан өмірінде оңды өзгерістердің барлығын тұспалайды. Сіңілісі Айна әпкесін сағынып қалыпты. Айналшықтап жанынан бір елі ұзамай, мектептегі қызықтарын айтып еркелеп жүр. Анасы екеуінің мауқы басылғанша, Айнаның жағдайын Әсемге айтуға асықпады. Екеуі аулаға шығып шүйіркелесіп тұр еді, кенеттен сіңілісі Айнаның басы айналып, өз-өзін жоғалтып жерге сылқ етіп құлап түседі. Сасқанынан «Апа, апа» деп айқайға басты. Дереу үйден бір кесе сумен атып шыққан Қалампыр Айнаның дертінің амалын білгендей көрінді. Әупірімдеп есін жиғызып, төсегіне жатқызып, тынығып алғанша қарайлады. Сіңілісінің денсаулығына кінәрат барын сезген Әсем анасынан мән-жайын сұрайды. Сол күні Айна анасына көмектесемін деп жүріп, сабағына кешігіп, жүгіріп мектепке барар жолында абайсызда жүйіткіп келген көлік қағып кетіп, ауруханадан бір-ақ шығады. Миы шайқалып, қолы сынып, денесінен бірнеше жерден жарақаттанады. Қағып кеткен көлік ізін суытып, жоқ болып кетеді. Куәгерлердің айтуынша бір дөкейдің көлігі екен. Қанша іздестіргенімен таппаған қолы қысқа әйел тек қана қызының аман қалғанына қуанып, басқаға көңіл аударуға мұршасы да болмайды. Шет жерде жүрген қызының оқуына кедергі болып, уайымға салынып,
үлгерімі төмендеп кетер деген оймен айта алмағанын түсіндіреді. Әсем жылап, махаббаттан басы айналып жүргенде, сіңілісі мен анасының мұншалықты қиындықты бастарынан кешкеніне өзін жегідей жей берді. Айнаның басына жасалатын операцияға қаражатты қайдан іздерін білмей, денсаулығына одан әрі зақым келтіріп жатқандарына сөзге тиек етті. Айнаның маңдайынан сипап көзіне жас келді. Анасының еден жуып тапқан ақшасы қай жыртықтарын жамай қойсын. Әсем туысқандарынан операцияға қажетті қаражатты сұрауға кірісті. Бауырым деп еміреніп отырған олар жоқ. Әсемнің нендей мәселемен келгенін де сезіп отыр. Әр қайсысы кішігірім кәсіптерін дөңгелетіп отырғанымен, балаларының аузынан жырып, Айнаның еміне ақша бермеді. Үйіне басы салбырап кіріп келді. Ұнжарғысы түсіп, салы суға кеткен Әсемді көрген анасы әрекетінен түк шықпағанын көрді. Қалампыр күйеуінің туыстарының осылай жасайтынын білсе де, ет жүректері өз бауырларына елжірер деп Әсемді жіберген болатын. Анасы қыздарына жаны ашып, күйеуінің ерте тастап бақилық болып, ана өмірдің есігін асығыс ашпағанда, бәрі де басқаша болар ма еді деп ойланды. Әр ойланып, бер ойланып, баяғы сол Күләйшаға жол тартты. Себебі, сенім артқан Мұрат, ағасы айықпас дерттің құрбаны болып, келместің кемесіне кеткелі 40 күннің жүзі болған. Күләйша танымағандай кейіп танытып, балам деп шырылдаған келіншекке баса назар аудармай үйіне кіріп кетті. Өз қайғысы өзінде, өткендегі өкпесі кеудесінде тас болып қатып қалғандай. Қалампыр сонда да кетпей, есігінің алдында тапжылмай отырып қалды. Кешкеніне алаңдап іздеп шыққан Әсем, анасын кішкентайынан көріп өскен бұрынғы биік қақпаның алдынан тапты. Анашым, мұныңыз не? Тұрыңыз, онсыз да Айнаның төсек тартып жатқаны аз ба деді. Қолынан демеп орнынан тұрғызды. Осы сәтте есікті ашып қалған Күләйша, Қалампыр мен қызына тесіле қарап қалды. Екеуінің бейшара түрлеріне жаны ашығандай болғансып үйіне кіргізеді. Мән жайды сұрастырып болғасын ойлануға мұрсат сұрады. Оның ойланайын деген бір ауыз сөзі анасы мен қызына үлкен үміт сыйлап, көңілдері жайланып қайтты. Ертеңіне Қалампыр Күләйшаға алып ұшып барып еді, көңілі су сепкендей басылды. Себебі, бір қызының дертіне шипа тапса, бір қызының тағдырын өз қолымен байлауына тура келді. Күләйшаның шарты, жол апатынан омыртқасына зақым келген інісіне Әсемді күйеуге беру болды. Басы қатқан Қалампыр Әсемге қалай жеткізерін білмей шет жағасын айтып көрді. Әсем қиын жағдайда қалғанына қайғырып тамақ ішуден қалды. Таразының мына бетінде сүйгені тұрса, екінші бетінде артынан ерген бауыры тұрды. Өзін жегідей жеп, Күләйшаның миға қонымсыз ұсынысын қабыл аламын деп шешім қабылдады. Көктен жауған жауынның тырсылына қарап, сүйіктісімен өткерген тәтті шақтарын есіне алып, үнсіз көздерінен моншақтар түсті. Соңғы кездері қоңыраулары жауапсыз қалғанына алаңдаған Мақсат Әсемді іздеп ауылына барды. Сүйіктісінің тұнжыраған түрін көріп, мазасы қашты. Жаным, аман саумысың, неге телефон тұтқасын көтермедің? Тыныштық па өзі деп, өзін қоярға жер таппай. Қыз бастарына түскен тауқыметті жастары тамшылап жайып салды. Бұл түйіннің де басқа да шешімдері болу керек деген Мақсат Әсемнің анасына жолықты. Апай, сіз уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Маған бір мүмкіндік беріңіз деп өтінген ол аз ғана уақыт сұрады. Мақсаттың уәде беруінің жаны бар еді. Әкесі беделді дәрігер болатын. Әкесіне айтып еді, түбегейлі қарсы болды. Қайдағы бір қыз үшін ұлының мұншалықты күйіп жанғанын ұнатпады. Десе де Мақсат айтқанынан қайтпай, әкесіне жалынып жүріп, әупірімдеп квотаға іліндіріп, Айнаға ота жасатады. Осылайша Қалампыр мен Әсемге шешілместей болған түйінді бір сәтте Мақсат шешіп берді. Қалампыр Мақсатты Алланың жіберген сыйы деп білді.
Әсем мен Қалампырдың қуанышында шек болмады. Мақсаттың әкесі қаталдау кісі болғанымен, анасы Әсемді жылы қабылдады. Айнаның беті бері қарап, оқуын жалғастырды. Нағыз қолдауды қажет еткенде, Мақсаттың жанынан табылғаны Әсемнің жүрегіндегі махаббатын одан әрі лаулатты. Екеуі бір-біріне өмірлік серік болып, бақытты ғұмыр кешіп жүр. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті менің оқырманым, осы әңгімем сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі бастан өткен оқиғаларды баяндайтын боламын.